Мен Шуманай районы мектеп шекемгі һәм мектеп білім беру бөліміне қарасылы 15 санлы Улыма білім беру мектебінің рухи ағартушылық ісілері бойынша директор орынбасары Зивадинова Замира боламын. Кітап хақында бүгінгі темамыз айтатұғын болса, кітаптың бұл рухи ғазине екендігі, оның инсан өміріндегі тұтқан орны, бұлар хақында оқушыларға кең жәмиетшілікке әлбетте түсінік беріп өтеміз. Бұл деген сөз, әрбір адам кітап оқыса, ой-өрісінің кеңейеді, келешекте өзінің өмірден, тұрмыстан, жәмиетте өзінің әрқайсының орнын таба алады, еркін пікірлей алатұғын, өз пікірін еркін айта алатұғын инсандар болып жетіседі. Һәм бұл адамның ең сырласы деп білемін. Өзімде кішкене уақытымнан әкемнің жинаған кітапханасынан кітаплар оқығанмын, әзірге шекемде оқып жатырмын. Қазіргі күнде өзімнің перзентлеріме де кітап оқуды ұсыныс етемін. Оларды қызықтыру үшін алдыменен сол оқылатұғын кітаптың ішіндегі басындағы мазмұннан азғантай айтып алсақ, ол ізін давам етуге ұрынады. Қане ізін айтып бер деген ақылар оқып ал деп қойып кетемін. Шынымен мен көбірек оқушыларды, өзімнің балаларымды да кітап оқуға тартамын. Бұл деген сөз, кітаптың қазіргі уақыттағы инсан өміріндегі тұтқан орны жүдә әхметлі білсек те, көп адамдар тармақтан пайдаланамыз дейді. Бірақ тармақтағы оқыған кітаптың мазмұны менен кітаплардың бетін ашып отырып оқығанның гәшті һәм оның мазасы басқаша болады. Соның үшін де мен барлық кең жәмиетшілікке, оқушыларға, барлық теңдесілеріме деп ата-аналарға да кітап оқытуға, баланы тартуды һәм осыған қызықтыруды мәслихат етемін.